Қайырлы күн баршаңызға, каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен пахваланың рецептімен бөліспекпін. Өте дәмді, керемет болып шығады. Бұл рецепті менің құрбым берген. Сәтті шығатын рецептің бірі екен. Өте дәмді болады. Сіздерге жасап көруге кеңес беремін. Егер каналға тіркелмеген болсаңыздар, каналға тіркеліп қойыңыздар. Сонда сіздерге бірден жаңа видеом ашылатын болады. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Онды мен електен өткізіп алдым. Шым-шым тұз саламыз. Және ұн қопсытқыш саламыз. Сармаймызды алдын ала пышақпен кесіп дайындап алдым. Осылай араластырып дайындап аламыз. Енді үстіне сармаймызды салып, крошка илейтін боламыз. Крошкамыз дайын болды. Енді үстіне 2 дана жұмыртқамызды жарамыз. Және 20% қаймағымызды салып, жұмсақ қамырды біріктіріп илейтін боламыз. Қамырымыз дайын болып қалды. Енді салафанға орап, холодильникке 1 сағатқа қойып, тұнықтырып қоятын боламыз. Қамырымыз тұныққанша салмамызды дайындайтын боламыз. Мен алдымен жаңғақтарды үгітіп алдым. Мында грецкий орех және асқабақтың дәні. Енді үстіне қант қосып араластырып аламыз. Араластырып дайын болды. Осы салманы 3-ке бөлеміз. Мұны мен 3-ке бөліп алдым. Қамырымыз дайын болды. Холодильниктен алдым, тұнып шықты. Енді осыны 4 бөлікке бөліп аламыз. Екеуін үлкен бөлік, екеуін кішірек бөлік. Себебі 2 үлкен, біреу астына, біреу үстіне кететін болады. Екеуі ортасына кетеді кішігірімі. Енді қайтадан 3-еуін холодильникке салып қоямыз. Шетінен алып отырып жаятын боламыз. Бірінші астына салатын үлкен қамырдан бастаймыз. Қамырымыз өте жұмсақ болғандықтан қолға жабысады. Сондықтан аз-аздан ұн сеуіп отырып жаятын боламыз. Осылай сопақша ғып, 4 пішті ғып жаямыз. Формамыздың көлемі 4 бұрышты, сондықтан осы формаға ыңғайлап жаятын боламыз. Қамырымыз дайын болды. Оқтауға осылай орап аламыз. Енді пергаменттің үстіне салып, кішкене реттеп аламыз. Енді осының үстіне салмамызды салып, жаймен отырып, осы салмамызбен жан жағына дейін қамырымызды бұрыштарына жеткізіп жаятын боламыз. Осы салманың көмегімен итеріп отырамыз. Қамырымыз өте жұмсақ, сондықтан қорпаңыздар жыртылып кетпейді. Тек қана жаймен, осылай саусақтың көмегімен салмамен біріктіріп, әр бұрышына осылай жайып жеткіземіз. Қамырымыз жетпеген жердің барлығын осылай түзеп шығамыз.
Біздің астыңғы бөлігіміз дайын болды. Шетке қойып келесі қамырымызды жаямыз. Бұл енді бізде кішігірім қамыр. Бұны да жағынағындай жұқалап жайып аламыз, форманың көлеміне жететіндей. Дайын болды қамырымыз. Енді қайтадан сол салмамыздың үстіне салып, қамырды реттеп, қамырдың үстіне қайтадан салмамызды салып, қолмен жайып, ар бұрышына жеткізетін боламыз. Дәл видеодағындай істесеңіздер болғаны, барлығы жақсы болып шығады. Дайын болды. Енді келесі қамырымызды жаямыз. Достар, егер каналға тіркелмеген болсаңыздар, каналға тіркеліп қойыңыздар. Сонда сіздерге бірден жаңа видео ашылатын болады. Комментариядан жаза отырыңыздар. Лайктарыңызды баса отырыңыздар. Қамырымыз дайын болды. Енді бұл соңғы қамыр. Бетін жауып, жан жағын бәрін жауып, реттеп аламыз. Сыртын осылай ішке қарай бекітеміз, жан жағының барлығын. Дайын болды. Енді пышақтың көмегімен сызып шығатын боламыз. Осылай мен төртке бөлдім. Ромбик ретінде сызамыз. Дәл видеодағындай осылай сызып шықсаңыздар болғаны. Кішкене қисықтау болып қалды. Енді жұмыртқамызға бір ас қасық сүтімізді құйып, жақсылап араластырып, бетіне жағып шығамыз. Енді әсемдікке бетіне жартылай жаңғағымызды қойып шығатын боламыз. Пешімізде 180 градуста 40-45 минут пісіріп аламыз. Мына менде пісіп шықты. Енді барлығын жақсылап ортасын кесіп аламыз. Мен кішкене қантқа 1-2 қасық, ас қасықтай суға қантты қосып араластырып қыздырып алдым. Енді 1 ас қасық медімізді салып, осы сироптың барлығын бетіне жағамыз. Сосын кейін қасықпен әр қуысына, кесілген жерінің барлық жағына құйып шығатын боламыз. Енді осылай дәл видеодағындай әр жаққа кесілген ортасын барлығына сироптан құямыз. Сонда бойына сіңіп дәмді болып шығады. Дайын болды. Енді кесіп көрсететін боламын. Міне кестім. Сіздер осылай көріңіздер. Кесілген сәтін өте дәмді, керемет болып шығады. Жасап көріңіздер. Жасап көруге кеңес беремін. Баршаңызға ас болсын. Сау болыңыздар.